Шықтық, короче, адам көретіндей қылып түсірсе болады ғой, мысалшы, сонша ақшаңды сарып қылып келесің да, мысалшы. Киноның эмоциясымен бөлісіп кетейін, ұмытпай тұрып, ағайындар, көзге жас келді. Енді патриот болсаң, көзіңе жас келеді. Действительно, сондай Өскемен жақта мен өзім 5 рет болдым. Өте тамаша, өте керемет. Жаңа Қанатқа айтып жатыр ғой, ей, Тоқаев саған сенді деп, жастар маған сенбей ақ қойсын деп. Ей, жігіттер, каждыйымыз біздің барлығымыз бір тудың астында жүргеннен кейін біз бірігіп, жаңағы бос жатқан жер жау шақырады деп, сол жақтың бәрін реттеп, мықты қылып, туризм дамып, біз соған әрекет жасап жатырық. Бірақ көп емес о жақта жүрген адамдар, сол үшін барайық, көтерейік. Риза болдым, кино берді ғой өзінікінше. Жігіттер, Алла разы болсын. Көріп, риза болдым. Қол тимей атқан еді, енді бүгін келуге бұйырған екен, соны бір видео түсіруді жөн көріп тұрмын. Қолдаңыздар. Бәрі мақтап жатқан ел аузында жүрген Жездуханы көрдік. Супер жігіттер, керемет. Жігіттердің құрамына, жалпы сценарий, мән, мағынасы өте керемет. Бүгін сәті түсті. Бала шағамызбен, отбасымызбен келдік. Давайте! Жігіттер! Жанып тұрған үміттер! Соңында ғана айқайлайды. Өзіме қатты ұнады. Комедиялық жанрлары қатты ұнады. Қалай фильмге отзыв? Тамаша. Немерелермен келгенмін, өте тамаша. Қазақтың жастары өсіп өркендей берсін. Қазақ тілін жоғарыға туын көтере берейік. Қазақ елімізде жемқорлық жойылсын, елімізде демократия болсын. Аумин. Құдай қаласа мына қазақтың жастары өсіп өркендей берсін. Жалпы ойы бар ғой киноның айтатын? Айтатын ойы бар. Түсінген адамға айтатын ойы. Киноға келіңдер, киноны көріңдер. Елімізде қандай байлық бар екенін көріңдер. Еліміздің жаңағы әдемі табиғатын қорғауға жастарды шақырамын. Киноны көрдің ғой? Иә. Ұнады ма? Иә. Ағалармен суретке түстің ба? Иә. Жоқ, түсеміз қазір, иә? Залдан шықты. Ассалаумағалейкум, аға, қалайсыздар? Жалпы кино жайлы бір екі ауыз. Ұнады ғой кино. Сәлеметсіз бе, апа, көңіл күй қалай? Кинодан қазір ғана шықтыңыз. Қысқасы киноға келу керек 3 себепті айтып кетсеңіз. Біріншіден көңіл көтердік, екіншіден дем алдық, үшіншіден енді айта алмаймын. Қуанышымда шек жоқ, мына жігіттермен живой танысып жатқаныма. Керемет кино болды. 1,5 сағат өмірдегі қалай бағалайтын едіңіз бұл 1,5 сағатты? Өте керемет. Ауылды дамытқандары, ойлағандары, ой өрістері бәрі керемет. Актерларға өте ырзамыз. Керемет күлкі. Бәрі күлкімен өтті. Жақсы. Көңіл күйде болдық. Қаласынан арнайы кеп тұрмыз. Жездуха фильмі өте қатты ұнады. Қазақстан фильмінің дамуына осындай үлес қосып жатқандарыңызға үлкен рахмет. Дами беріңіздер, өсе беріңіздер, біз сіздерді қолдаймыз. Сіздер кино қалай жалпы? Ұнады, жақсы. Сен түріктің кинодан қазақтың кинодан арта берсін. Турецкий кинодан гөрі қазақтың киносын қолдайық деймін. Сіздер қолдау үшін келдіңіздер ме, әлде бір күлейін, демалайын деп? Демалайын деп. Кинода көруге болады, арнайы келдік қой, көру үшін. Арнайылап, алтын уақыты. Сәлеметсіз бе, кино жайлы бір екі ауыз? Добрый вечер. Классный фильм, 10 из 10. Орысша ма? Өзіміз қазақша сөйлете алмайсыз екен, орысшаңыз өзіңізге. Қазақша сөйлесің? Қазақша сөйлеңіз. Қазақша сөйлей алмайсың ба? Біз кино түсірдік па деп жүрсек, қателесіңіз. Сәтбаев қаласында, ал ертең Өскемен. Құрметті өскемендіктер, ертең Өскеменде қанша кинотеатр болса, оның бәрін уақытын жеткенше аралап отырсамыз, кездесейік. Барлық Өскемен қаласындағы миллион фандар, жақсы фандарды, келіңіз.
Қырелі жүреліндегі қасиетті Қызылордадағы біздің миллион фандар, жақсы жандар, жанашырларымыз. Амансыздар ма? Кино ұнады ма? Рахмет бәріңізге. Рахмет, Алла разы болсын. Қызылорда. Короче, Әселке екеуміз келдік кино қарауға. Қандай кино дейсіңдер ғой? Қандай кино? Мен өліп қанша күн болып көре алмай, жете алмай жүрмін кинотеатрда осы кино көру үшін. Жиздуха көреміз қазір, жігіттер. Жігіттер, мы Жиздухаға келген көрермендер міне ыстық ықыласымен біз үшін уақыт бөліп келгендер көрермендерге уақытымызды арнап сүйретіп кетіп жатырмыз. Күшті. Жалпы ұнамайтын тұстар өте көп. Ой, жаным, айналайындар ма? Өлтіргесіңдер. Молодец. Келіңдер на фильмге. Өте зор, керемет. Жиздуха 10-10. Өте жақсы. Молодец, Қанат. Бірақ андай жастарға тәрбиені қалай береді? Тәрбиенің зоры болса, осы фильмде нағыз фильм. Баты түркістандықтар, Жиздуха фильмі қалай болды? Мне кажется, как кино что ощущение, эмоция прям рвет, не кино. Например, самого жылда көрген бүкіл кинолардың ішіндегі самый не дейді, жүрегіме жеткен прям күш. Деп білеміз, енді көптеген өнер азаматтары, азаматшалары көбісінде бармайды екен ол жаққа. Біз енді арнайы уақыт бөліп, бармағымыз бірігіп, бейнеміз ілігіп, бүгін балалар ұшаққа отырғалы жатырмыз, Жезқазғанға қарай жол жүргелі жатырмыз. Қымбатты жезқазғандықтар, кешке мүбәрәк жүздеріңізді көріп, бірге кино көріп, дидар нығмет жасап қалмасқа неге? Сондықтан баршаларыңызды күтеміз. Алтай мен Атыраудың арасында бүгін Алтай тауларында Жиздуханың үлкен киносын түсіріп жатыр. Құдай қаласа ақпан айында шығады. Келіңіздер, құрметті достар. Барлықтарыңызды күтеміз миллионмен миллиардқа. Ассалаумағалейкум, құрметті Түркістан қаласының тұрғындары. Бүгін кешке Түркістандамыз. Біз күтеміз, келіңіздер. Түркістандық миллион фандары, жақсы жандар. Келсе бұдан көкін басына бір барып қойды. Бәрі күшті. Шантегіз алғыс білдіреміз бәріңізге. Фильм ұнады ма сіздерге?
Ман аралаған үйші болады, ел аралаған сыншы болады деп жатады. Осы Құдайдың берген титтей өнердің арқасында біз қаншама елді, жерді, шетелдерді араладық. Бірақ енді өзіміздің байтақ кең жерімізде, елімізде біз бармаған өңірлер бар. Соның бірі тамаша Жезқазған өңірі деп білеміз. Енді көптеген өнер азаматтары, азаматшылары көбісінде бармайды екен ол жаққа. Біз енді арнайы уақыт бөліп, бармағымыз бірігіп, инеміз ілігіп, бүгін балалар ұшаққа отырғалы жатырмыз. Жезқазғанға қарай жол жүргелі жатырмыз. Қымбатты жезқазғандықтар, кешке мүбәрәк жүздеріңізді көріп. Досым, бізде бәрі жақсы, Аллаға шүкір. Ақ жол, брат. Алла амандық берсін. Аман есен келіндерді қалса. Тілеулерін тілеп отырып қырадың. Алла амандық берсін, Алла абырой берсін. Аман есен келіндерді қалса. Жемісін көріндір, жемісін родной. Жемісін көріндір де қалса. Хабарласып тұрса, андасында болсын, родной. Сағындық өзінде. Сағынып кеттім ала жеткен кезде қатты. Өзім. Әйтеу көріп тұрам историядан. Аман есен жүргендеріңді. Жаным, бауырым. Алла амандық берсін. Алла абырой берсін, жаным. Сонда керемет миллион фандар алды. Қымбатты жезқазғандықтар, біз сіздер күтеміз. Негізі көп өнер адамдар көбісі бармайды екен деп естеміз. Бірақ біз сіздерге барамыз. Сарангю. Самида. Қандай киноға келдік деп ойлайсыздар? Кинодан шықтық. Прям Жиздуха 10-нан 10 балл. Дата мен бір ғой эмоциямды жеткізе алмаймын. Ана 50-ші серияда қазақ халқының бүкіл проблемасын қозғаған ғой. Танымал болатыныңызды білгенбіз баяғыда біз. Жезқазған. Действительно мықты емес. Ерболаттар чемпион ұқсап кәдімгі. Сарайня, самene келина. Міне шиқу отыр, шиқу. Рахмет. Міне. Ой, Жезқазғанға келу керек екен. Не деген қошемет, не деген құрмет мынау. Көбінесе былай сарапқа салғанда ол Жезқазған өңіріне осы кино түсірген өнер жұлдыздары, актерлар болсын, көбісі келмейді екен. Біз енді қарапайым болғасын, өзіміз секілді қарапайым көрермендерге барып, батасын алайық деп арнайы алдарыңызға сұрайық. Мына Жезқазған деген страшно. Көбе, адам көп. Мына жақта деген. Рахмет, Жезқазған. Вообще настроение потолок. Аман, созлай енді. Рахмет, жігіттер. Алла разы болсын. Айтпақшындай сағат алдым достар, сағат. Короче, Жезқазғанды көрдік. Анау Жезқазғандағы миллион жігіттерше таза өтіп жүрген. Кино бар емес оя? Зорлықты. Киноның қазақша кинолардың комедияның локомотиві Нұрлан Қоянбаев екінші жолға қалды. Дәстүр, жаңағыдай қандай қандай кино шықты. Келінжан, Дима, анау родной бір екі бәрі қатып кетті. Көремізге шығып кетті ғой. Ау? Көремізге шығып кетті ғой. Ойбай, көремізге шыққанда кино высший категория болып, короче, бұндай комедия бізде болмаған. Молодец жігіттер. Өтірікшілік айтайын ба? Неге өтірікшілік? Таза өтірікшілік. Осымен бітірмейтін болды. Енді Надежда деген кино шығатын болды. Надежда. Неге өтірікші ол? Ой, бітіреміз деген болды киноны, бітірмейтін болды. Надежда деген кино шығатын болды. Мақсатқа киіп. Жаңа көремізге шығып жатқаны не үшін екен онда? Білмеймін, көремізге не үшін шығып жатқанынан. Бірақ киноны бітірмейтін болды. Мақсат қалатын шешетін болды. Қайта қалатын киіп алды. Міне, бүлдіршіндермен келдім. Жандарым, қалайсыңдар? Қалай кино жақсы болды ма? Қалай? Жезуха қалай күшті болды ма?
сатпаевқа көбісі соқпайды екен. Біз енді қарапайымдылығымызды білдірейік деп арнайы өздеріңізге көңіл бөлейік деп ат басын бұрып келдік. Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Алла қаласа ертең Өскеменге баратын боламыз. Өскемендіктер күтіңіздер. Бүгін Сәтбаевтың көңіл күйін көріңіздер. Жиздухадан шықтық. Прям күшті. 10-10 ғой. Өте қызық болып бүкіл зал әр 2 минут сайын, 1 минут сайын күліп отырдық. Прям в конце бәрі аплодировать. Өте әсерлі, күшті, жақсы екен. Ең бір ұнаған жері анау коррупционерді қуып ұстап байғымен қуады ғой атынан. Сол жері қызық болады. Советую келіңіздер ағайын қазақ бауырлар келіңіздер. Байғын дауысы. Бақ.